Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен суда жасалатын панкейк рецептімен бөлісем. Яғни бұны жасап, отбасыңызға қуантсаңыз болады. Өзіңіздің талғамыңызға қарай сгущенное молоко немесе варенье жемістің түр-түрін қолдансаңыз болады. Ал қыздар, кеттік, менімен бірге болыңыздар. Бізге керек ыстық су, сұйық май, құмшекер, жұмыртқа, ұн, разрыхитель. Жұмыртқамызды бірінші аламыз, жақсылап араластырып аламыз венчикпен. Егер сізде венчик болмаса, қасықпен немесе вилкамен араластыра беруге болады. Үстінен 100 грамм құмшекерімізді саламыз. Құмшекеріміз ерігенше араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхительді қосып, қопсытып, дайындап қоямыз. Мына жерде ұнға разрыхительді қосып, қопсытып, дайындап қоямыз. Пока біз араластыра бергенше ұнымыз бен разрыхителіміз бір-біріне араласып тұра береді. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Егер сұйық майды ұнатпасаңыздар, сары майды ертіп құйсаңыздар болады. Бұл жерде мен тез істеген екен, мен сары майды ертіп тұрғанша сұйық майды қолдана салдым. Үстінен сәл ыстықтау, бөлме температурасынан қатты, кішкене ыстықтау суды құямыз. Ұнымызды 2 бөліп саламыз. Бірден салсаңыз жақсы шықпай қалуы мүмкін, сондықтан 2 бөліп саламыз. Сізге сұйық сияқты болып көрінуі мүмкін 2 бөліп салғаннан кейін, бірақ сіз бұны 5 минут қойып қоясыз, пока сіздің сковородкаңыз қызғанша, сол кезде бұл өзі қоюланады. Біздің разрыхителіміз әсерін беріп, кішкене тұрғаннан кейін ол қоюланады. Екінші бөлігін саламыз, ұнымыздың екінші бөлігін осылай жақсылап араластырамыз. Ешқандай қамық қалмау керек. Жақсылап араластырсаңыздар болады. Уақыт үнемдеймін десеңіздер, электронный миксерлермен араластыруға болады. Осылай жасап, отбасыңызды қуантып отырыңыз. Міне, осылай бір келкі қылып араластыра берсеңіз, өзі әдемі болып шығады. Міне, салып, осылай екі жағын 2 минуттан тез жылдам әрі пісіріп аламыз. Ас болсын, менімен болғандарыңызға рахмет.